барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін сіздермен болған мен Рамазан. Өткенде мен айтып өткендей осы үш модымды айтқам сіздерге. Осы үш модты айтқам сіздерге. Енді осы жердегі үйлерді біз қалай жүктесек болады деген мысал. Бұл оңай. Инсталл дегенді басамыз. Ең алдымен бірінші Майнкрафтымызға кіріп аламыз. Майнкрафтқа кіреміз. Майнкрафтқа кіріп болғаннан соң өздеріңізге ыңғайлы новый мир ашамыз. Вот. Енді ең алдымен бірінші біз настройкаға өтеміз. Астыға түсе бергенде хранилище дегенді басамыз. Кейін осы жерде приложение деп тұрғанда оны внешнеяға қоямыз. Внешнеяға. Яғни жаңағы үстіңгі кнопканы баспай ок дегенді басамыз. Әйтпесе бір ссылкаға кіреді. Ол ссылканы әлі ендігі частарда көрсететін боламын. Вот, енді шықты. Начать игру. Создать мир. И болды. Создать мирді ашпасаңыздар да болады. Оны ашып болғанша осы жерде Create a World, Flat, осыған Buildings. Болды, міне дайын. Үшті моделі. Астыға кішкене түсіреміз. Вот. Вот, дайын. Болды. Сіздерге көрсетем. Экспорттан Minecraft. Open in Minecraft. Minecraft кіреміз. Өзіміздің арнайы жаңағы ашқан мирімізге кіреміз. Кейін сіздерде дайын үй болып тұрады. Жаңағы бізге импорт мир успешно завершен. И осы жерде Тургучский. Бұл жерге что-то түспеген сияқты. Түспепті бұл жерде точно. Не, бұл жерге түспеген. Себеп неге деп ойнап айтам, бізге түскен. Просто бұл сәл кішкене загрузка алады. Сіздерге үшін ойнап айтқам, түспей қалады деп ойламаңыздар, түседі. Просто кішкене загрузка күтесіздер. Ал мына загрузка болам дегенше, загрузка болғаннан кейін қосамын. Қосам дегенше уже болыпты. Вот міне. Сіздердің дайын үйлеріңіз де бар. Әшейін 1 минуттың ішінде осындай үй сіздерде. Ойлаңыздар. Осындай үй сіздерде еще. Рахат бұндай үй. Мен де дәл осы үйден соғылғам өте рахат іші деген. Бірақ кішкене нем болады екен да бұл жерде. Кішкене светтері жоқ екен. Светтерден өздеріңіз қойсыздар ғой енді. Қатты жұмыс емес ол. Осыға келгенде ме? Баскетбол ойнайсыз ба? Не бар ма? Бүкілін ойнайсыз ғой. Міне. Печка ма? Осы жерде бір қылып үйлеріңізді жағасыздар. Осы жерде жиналып отырасыздар. Мына жерге осы үйге обзор жасап кете салайын сіздерге. Осы жерде стол, осы жерлерде өздеріңіз тамақтанатын столовый мінерде өздеріңіз рахаттанып кітап оқып отыратын жер. Міне енді өздеріңіздің яғни табиғат ортасында кетеді. Табиғатта осы жерде отырып негенге зор кетеді бұл. Өте керемет. Енді бұл жерде, енді анамны қонақтар келгенде күтіп алатын жер. Ал мына жерде машинаңыз тұрса да болады, басқа неңіз де тұрса да болады. В общем, жақсы үй ғой. Мен бірақ мынаған таң қалдым да. Осындай неге қалай өсіреді дегенім. Шок болып жатырмын. Бұны бетсең, қазір сіздер көрсетейін.
Мысалы осы жерді алайық. Болмайды екен. Қазір мен көрсетемін. Мына жерге бір вода бар, қалай істеген түсінемей қойдым. Болмайды. Әлде тек осындай мерге ғана бола ма екен? Түсінбедім мен. Тек ана басына ғана тисең ғана өседі екен да, түбіне тисең өспейді екен. Бұл сонша жаман екен да. Ал міне біздің осындай үйіміз обзорда. Өте керемет. Достарыңызға үй салудан жарысқанда дәл осыны саласаңыздар. Бұл ешнәрсесі білінбейді. Тура өзін соққан үйден айырмашылығы мүлде жоқ. Әрине, егер сізді внешнийді приложениеға қойсаңыздар, ол әрине байқалып қалады. Енді ол байқалынады. Сол үшін де оны осы мирде тұра берсін. Айтқандарыңызды вот осындай болып тұрады деп айтыңыздар. Мынау енді менің экстрем модым. Бұл экстрем модым тұрады осы жерде. Білмеймін неге тұрады. Вот. Грави дейді. Чё? Тоқта. Чё? Мен түсінбедім. Мына жерлерде кейде бактар болып қалады екен, сонысы жаман екен. Мысалы, мына гравиді, көрінбейтін грави, прикинь. Чё? Прикиньте, еще көрінбейтін грави. Осы жерде тұрым. Прикинь. Земля. Кішкене бак болып қалды. Менде экстрем мод болғаннан соң. Кешіріңіздер. Экстрем модты тартпасаңыздар да болады. Ал біз ендеше бүгінгі видеомызбен бітуге жақын. Видео бітпес бұрын менің каналымды жоғалтып алмау үшін лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті қосып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Рамазан. Сау болыңыздар.